Біздің семинардың басты мақсаты жүзу жаттықтырушылардың өзіміздің кәсіби деңгейімізді көтеру, тәжірибемізбен бөлісу мақсатында жиналып отырмыз. Заодно өздеріңіз шәкірттеріңізді көріңіздер, қалай жаттығып жатқанын, қалай істеп жатқанын. Не дейді, 1000 рет көргенше, естігенше 1 рет көр дейді ғой. Бұл барысында мастер-класс көрсетеді. Мен таңғы тренировкамыз татами болады. Кешкі 4-те, 5-те 4 планнан тұрады. Өзіміздің бас жаттықтырушы дейміз ба, или бас маман дейміз ба, өздеріңіз білесіздер. Италиядан келген маман Гамма деген. Соның системасы, жүйесі бойынша соңғы күндері китке жеткізіп болады. Гамманың несін ертең барынша соны алып келіп, сол жүйемен жұмыс істеп жатырмыз. Бүгін бір план көресіздер, құдай қаласа, қалғанын өздеріңіз. Оның алдында өздеріңіз білесіздер, өзімнің тәжірибемді түсініп, істеген балалардың жақсы. Аяқында айтылады. Білетіндерден сұрап, жұмыс істеуіміз керек. Және де осы білім несі үшінші шығарған, неге солардың несімен, жүйесімен жұмыс істемеске деген. Қазір өздеріңіз көресіздер, практически қалай. Көрем десеңіздер де болады, отырып көрсеңіздер де болады. Өздеріңіз по команде шудан подержались, дайындал. Оң жаққа, сол жаққа. Алдына, екі жағына. Оң аяқ, қолын қысырамыз. Сол аяқ. Жақсы, оң аяққа жаттық. Оң аяқ. Екінші аяқта. Діземіз, бұлай емес, оң жақ бетпен. Оң қолмен қойыстан, екінші қолмен шынтақтан аламыз. Шынтақтан алып, өзімізге қарай тартамыз. Екінші қолмен ішіне ұстаймыз, көтер. Іштен бұлай ұстаймыз. Кимононың ішіне? Кимононың ішіне. Если кимононың ішінен аламай жатқан жағдай болса, етегінен аламыз. Етегінен? Қатты, ішті плотно қысу үшін. Глубже захват алып, қатты қысамыз. Жатқаннан кейін
қарсыласып тұрмай, осылай жата беретін болса, пояспен бірге. Былай емес, жанынан, бастарынан басып, жатындай береміз. Аяқта тізесінен, ішінен былай емес, сыртынан орап, жақындап, аударыламыз. Сайколмыз. Тағырат көзілді. Тағырат. Бас жағынан келіп, тартамыз. Сақпатты алдық. Өзімізге қарап тартамыз. Жақындай береміз оған қарай. Чтобы секіре алатын неге келгенше. Жата тұр. Мына жерден секіре алмаймыз. Өзімізге қарай тартып, жақындап. Осыны алғаннан кейін көбінесе қарсыластырып тұрады. Тұрып атқан моментте қараңыздар. Тұрған моментте қарсыластырып қойсан аламыз астынан. Келбеуді аламыз. Көріп тұрмам? Басын өткізіп. Екінші жол. Былай аламыз. Все, жігіттер, ағайлар, егерде көреміз жерде сіздерге де рұқсат. Ей өзіңе қарай тартып қуатасың жаңағы. Тартасың. Не секіресің? Жақындап келген кезде секіре алатын. Қаш. Оны ауыстырудың керегі жоқ. Бос болып қалса қашып келеді. Аны алғаннан кейін көзіне тартып қойып. Аяқта осылай обязательно. Былай қалып кетсе орап алу керек. Аяқ салғаннан кейін итереміз оған. Көрме, аяқ тізесі ішінде тұрады, анау. Аяқ шығардық, екінші қолын, көзін. Бастырайын, контроль алу керек. Жіберсек, қашып кетеді. Сол үшін кеудемен басып. Аңғыл үйрет болды ғой? Аңғыл үйрет. Атқан кезде партияда қарсыласын. Мысалға, атака істеп атқан кезде бір қолын ұстап алсақ, құр жатпайды. Ол бір қолын ешнәрсе істей алмайды партия. То же самое аяққа байланысты. Мысалға, желкеден келген кезде, бір аяғын ұстап алсақ, ол ешнәрсе істей алмайды. Партия құр тырысып күтіп жатудың керегі жоқ. Қояды. Қарсылас теңдігінен шығарамыз, сосын көреміз. Тағы да 30 сағат мысалы, келетін сигналдар болса, қарсыласын жеңінен алып, шындақ көрсетеміз. Қарсылас не істейді? Шындағын шығарып отырсады. Осындай моменттерде бросок істеуге тырысамыз. Координация. Мысалы, желкеден алған кезде. Мен өзім координация. Осы момент ұстау керек. Мысалға, қоқыз өген кезде теңдіктің бәрін аяққа түседі. Просто так. Вот сонда бар, не бар, әсірен шығады. Әйтпесем ол қазір юношта бірден кіріп лақтыруға болады, ал ересектерде уже ондай қатер көшірмейді. Постоянно жәдегідей жүзді бізді қимыл күрес қой, шынтақ аяқ қолды үйрету керек. Шынтақпен сілкіп, жұлқып, аяқты көмектесіп, жәндегі ана уже саған әдіс жасайын деп жатыр ма, оның ойын бұзып керек, уже әрекет жасаса, жәндегі әшейін опорный аяғына бір тепсең, ол уже бітті, ойын бұзылады, саған уже шалу жасай алмай қалады. Сондай нелердің бәрі, бірақ оның бәрі осы практика арқылы айтса, осылай көп жұмыс істеу керек. Ежелде өз балаларға көрсетіп жатырмын да, сөйтіп олар қайтып алады. Мысалы, скайлер істедім бе десем, істемеген дейді. Не обязательно, мысалы, мен көрсеткен нәрсені істеу. Бұл жерде айтпақшы, мысалы, бір бала болады. Мысалы, патпат жақсы дейді. Өзі патпатты
үйреніп алған жақсы. Уже соған комбинация қосу керек. Осындай моменттерді қосу керек. Мысалы, қысқарған нәрседен балаға тақпатсыздық керек емес. Өзінің білетін әдісіне осындай комбинациялар қойып жұмыс жасату керек. Ол білмейтін әдісі, мысалы, осы жерде көрсеткен әдісті оған өйстіп істеу керек емес. Өзінің білетін әдісін жетілдіре беру керек ары қарай. Біз 23 жас арасындағы дзюдодан жастар арасындағы Қазақстан Республика чемпионатына оқу жаттығу жиынын жасап жатырмыз. Уже оқу жаттығу жиынымыздың аяғына да таяп қалып десек болады. Бұл 17-ші күн, 18 күнге жоспарлағанбыз. Балдар, жігіттер, қыздар барлығы баптарына жайлап келіп жатыр. Жаман емес. Бүгін тағы айтып өтер нәрсе, біз бүгін семинар өткізіп жатырмыз. Семинардың өткізу мақсатымыз дзюдо жаттықтырушылардың кәсіби деңгейін өсіру мақсатында, және тәжірибе бөлісу мақсатында. Бір сөзбен айтқанда, Түркістан облысының бапкерлердің тәжірибесін тәжірибе алып, және деңгейін, біліктілігін өсіру мақсатында жинап отырмыз осында. Бұл жерде енді басты өзімнің балам Дидар Хамза бұл жерде мастер-класс көрсетіп жатыр. Сол және қалай әдіс жасау керек, қалай қорғану керек деген сияқты. Қазір көбінесе неваза дейді, неваза деген тізелеп күреседі. Соған біз көп мән беріп, қазір сол тізелеп күресетін әдістерді көрсетіп, оның жәндегі қарсы әдісін соған жұмыс істеп жатқан жағдайымыз бар. Жалпы бапкерлерден кімдер келді мұнда? Бапкерлерден өзіміздің қазір аға жаттықтырушылар бар. Жасөспірімнің жәндегі әйелдер арасындағы аға жаттықтырушымыз бар. Данияр Айтымбетов жәндегі Айбек деген жасөспірімдер арасындағы жаттықтырушысын. Біздің спорт интернаттың бапкерлері келді. Осы Түркістан облысындағы біраз бапкерлер келіп отыр. Енді табыр айтып өтетін нәрсе, бұл Бәйшешек спорт сауықтыру базасында Өмірзақ бауырымызға рахметімізді айтамыз. Енді бізге бардан жоқ жасап, қолынан келгенше татамилар төсеп беріп жатыр барын. Жәндегі физикалық жаттығу жасайтын штангылары аздау екен. Соның бәрін тауып, көмектесіп, енді жақсы жұмыс болып жатыр. Сосын тағы айтатын нәрсе, осы бапкерлердің бәріне көбісінің келуіне ықпал жасаған біздің жәндегі басқарма басшылары Құдияр Ғалымжан ағамыз, бауырымызға, Айдос орынбасары, сол кісілерге рахметімді айтам. Осындай бізге көмектесіп отырған. Осылай бірлесіп жұмыс істейтін болсақ, біздің Түркістан облысының бапкерлері де біліктілігі артады, спортшыларымызда Құдай қаласа әлемдік деңгейде күреседі деген ойдамын. Ал енді жаңағы чемпионат қай күнге жоспарланып отыр енді? 23 жасқа дейінгі Қазақстан Республикасы чемпионаты Алматы облысында 18-21 қыркүйекте жоспарланып отыр. Алматы облысында. Біздің жігіттердің бәрі сақадай сайы барлығы түгел салмаққа қатыса ма? Түгел салмақта қатысады. Енді әлде де алдымызда 2 оқу жаттығу жиыны бар. Енді қазір осыдан кейін біз бұл жерде көбінесе жалпы физикалық дайындыққа мән бердік, 60-70%. Енді біз тәжірибе алмасу үшін Өзбекстан халқына барып, солармен күресіп, күрес жағын дамытамыз Құдай қаласа. Сонымен соңғы Түркістанда өзіміздің подводка дейді, сол жерде 6 күн жасап, ары қарай сол Құдай қаласа чемпионатқа барамыз. Жақсы, сәттілік. Рахмет.